Сөз тұлпар, ой арғымақ атты подкастымызға қош келдіңіздер. Подкастты уақыт пен кеңістіктен аттап екі алып тұлғаны Абай Құнанбаев пен Ілияс Жансүгіровті жүздестірдік. Тақырыбымыз жылқы сыны. Ақындарым сөзге шабыттанып отыр. Жылқы қазақтың серігі. Ол мал емес, мінез. Мен оны тек көлік деп емес, кісілікпен тең көрдім. Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ, қой мойынды, қоян жақты, бөкен қабақ деп сипаттағанымда мен сұлулық пен үйлесімділікті, табиғат пен адам арасындағы байланысты бейнеледім. Дәл солай, Абай аға, мен үшін де құлагер жүйрік қана емес, еркіндіктің, әділеттің символы еді. Сөзбен мүсін жасағым келді. Сұңқардайын созылған сұлу мойын, қылаң етіп тұратын қылдай құйрығы. Деп, елден ерек тұлпардың бейнесін жасадым. Құлагердің ажалы ардың құлдырауы. Жылқы мінез иесінің айнасы. Сен құлагерді жоқтап тұрсың, Ілияс. Ол батырдың серігі еді. Менің өлеңімде де тұлпар сыртқы сұлулықпен ғана емес, өршіл рухпен өлшенді. Иә, Абай аға, сіздің образыңыз тұрмысқа тамырланған. Мен заманның зары мен мұңын қостым. Құлагер халықтың қайғысы еді. Сонда екеумізде жылқы арқылы адамды айтыппыз ғой. Бірі мінез, бірі ар. Құрметті тыңдарман, енді сізге тапсырма. Абай мен Ілиястың шығармаларындағы жылқы бейнесін салыстырыңыз. Қай ақынның стилі сізге жақын? Және неге? Өз ойыңызды дәлелдеп жазыңыз.